Әдіскер апайдың ғажайып әлемі ертегісі. Баяғыда бір әсем ауылда балалардың күлкісі мен ойындарына толы шағын мектепке дейінгі ұйым болған екен. Бұл ұйымның жүрегі бәрін жақсы көретін, мейірімді әрі ақылды әдіскер апай еді. Оның есімі Эльмира болатын. Эльмира апай балаларға білім мен тәрбие беріп қана қоймай, олардың армандарын ұштап, қиялдарын жетілдіруді қатты ұнататын. Бір күні мектепке дейінгі ұйымға кішкентай қыз Айзере келді. Айзере өте ұялшақ, ешкіммен ойнамайтын, өзі ғана сурет салып бір бұрышта отыратын. Балалар оған жақындаса да, Айзере үндемей басын изеп қана қоятын. Мұны байқаған Эльмира апай Айзеренің ерекше қабілеті бар екенін түсінді. Ол қыздың суреттеріне қарап, оның жүрегінде үлкен армандар мен түрлі түсті қиял әлемі бар екенін байқайды. Эльмира апай балаларды бір жерге жинап, «Балалар, бүгін біз бір ерекше саяхатқа шығамыз. Әлемді сиқырлы көзбен көріп, армандарды шындыққа айналдыратын бір керемет сапарға барамыз» дейді. Балалар қуанып бәрі бірге дайындала бастайды. Эльмира апай қолына түрлі түсті қағаздарды, қылқаламдар мен бояуларды алып келеді де, «Мына заттар жай ғана құралдар емес. Бұлар армандарыңды көрсететін сиқырлы кілттер. Әр қайсың өзіңнің арманыңды осы қағазға салсаңдар, ол арман сиқырлы әлемге апарады» дейді. Барлық бала өз суретін сала бастайды. Айзере де өзінің қиялындағы ормандарды, бұлттардың арасындағы ғажайып сарайды бейнелеп салды. Эльмира апай оның суретін көріп, «Мынау нағыз сиқыр. Қане, барлығымыз бірге бұл суреттің ішіне кіруге тырысайық» деп балаларды суретке қарап қиялдауға шақырады. Сол сәтте балалар өздерін ғажайып орманда жүргендей сезінеді. Олар түрлі түсті көбелектермен ойнап, алтын ағаштардың арасынан сарқыраған бұлақты көреді. Барлығы қуанышқа бөленіп, Айзере де өзіне дос табады. Осы күннен бастап Айзере достарымен ойнап, өзінің қиялын еркін жеткізе алатын болады. Ал балалар Эльмира апайдың арқасында қиялдары шындыққа айналатынын түсініп, армандаудан қорықпайтын болды. Содан бері мектепке дейінгі ұйымның балалары бір-біріне көмектесіп, бірге армандап, бірге ойнайтын болған екен. Ал Эльмира апай олардың жүрегіне әрдайым мейірімділік пен білімнің нұрын сеуіп жүре беріпті.